Ассалаумалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен осындай кереметтей жарымық сорпасын жасайтын боламыз. Чечевичный суп деп жатамыз. Майымызды жақсылап қыздырып аласыздар. Оны қуырып, сәбізімізді саламыз. 1 минуттай қуыратын боламыз сәбізді. Сәбізден кейін картошкамызды саламыз. Оны да 1 минуттай қуыратын боласыздар. Шамамен жақсылап араластырып отырасыздар, күйіп кетпеу үшін. Одан кейін үйіңізде кез келген дәмдеуіштер болады. Менде мысалы қара бұрыш, паприка, тұз бар екен. Осыны қостым. Томат пастасын қоссаңыздар болады. Егер томат пастасы болмай қалған жағдайда, осылай мен қызанақтардан қолдан жасалған қызанақтар бар, езілген түрі, соны қостым. Солай қоссаңыздар болады. Жақсылап қуырасыздар да, осыған чечевицамызды жақсылап жуып, оны да бірге қосып қуырып жіберетін боламыз. Бұл суп өте жеңіл ғой, асқазанғашы тез сіңеді. Сондықтан жасап көріңіздер, дәмі де бір ерекше болып шығады. Енді сөзбен айтып жеткізе алмай отырмын сіздерге. Осы мен рецептім бойынша жасап көріңіздер. Дәмі керемет болып шығады. Егер үйлеріңізде бульон болатын болса, кез келген қоссаңыздар болады. Мен осылай сумен, кәдімгі таза сумен жасай беремін. Сонда да дәмді шығады өте. Егер қаласаңыздар, бульон құйсаңыздар болады. Енді қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Содан кейін міндетті түрде піскен, көкөністердің піскенін тексересіздер. Осылай үйіңізде блендер болатын болса, соны жақсылап бір қалып тығып езіп тастайсыздар. Егер блендер жоқ болып қалған жағдайда, онда көкөністеріңізді ұсақтап, турап, езбей-ақ іше берсеңіздер болады. Қараңыздар, şimdi бір қалыпты болды. Енді осыны лимонмен ішсеңіздер тіпті керемет болады. Дәмі астарыңыз дәмді болсын. Қараңыздар, şimdi керемет болып шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттерім шығатын болады. Алдағы уақытта сіздерге ас болсын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы.